Жандарбек аға, бүгінгі кешіңізді сәтті өткеніне құттықтаймын. Жандарбек аға, әкеңіз айтақын көп ақындарға ақыл беріп үлгі болып жүр. Сіз баласы болғандықтан сізге өзгеше ақыл айтты ма, қандай сыр айтты? Әке болғаннан тек өнерге қатысты емес, негізі өмірдегі ұстанымдардың бекем болуына сол кісінің үлесі көп қой. Енді Жансулу өзіңе де мысалы әкең атанаң сабағынан бөлек, осы журналистикадан бөлек саған неше түрлі ақыл айтады атанаң. Сол сияқты өмірдегі кез келген әкенің міндеті баласына көркем жақсы тәлім тәрбие беру. Сондықтан айтыс қандай деңгейде болса да ең алдымен өмірдегі болмысының дұрыс болуына үнемі ақыл айтып отырады. Айтыстың қыр-сырына қатысты мына шәкіртіне бөлек, маған бөлек қарайтын кезі жоқ. Жалпы айтыстың шарты табиғатын сақтап айтып үнемі қадағалап айтып отырады. Өміріңізде шындық айтқаныңыз үшін таяқ жеп көрдіңіз бе? Бір жұдырық әлде шапалақ. Шындық айтқан, енді айтыста кез келген ақынның басында болады деп ойлаймын ол. Бірақ біздің айтыста монтаж деген дүние бар, оны сенің болашақ журналист ретінде жақсы білесің деп ойлаймын. Ықшамдап айтыста айтылған сөздерді кейде монтаждап тастайды. Көңілім сондай сәтте түсіп қалады, ал ешкім келіп мына сөзді айтып қойдым деп осы уақытқа дейін ешқандай бір сен айтқандай таш деген шапалақтар болған жоқ. Егер сіз көрінбейтін қасиетіңіз болса, яғни невидимка болсаңыз, қайда барар едіңіз? Бұл енді керемет сұрақ екен, бірақ енді ол мүмкін емес қой. Қиял ғажайып дүние болғаннан кейін, меніңше мен кейбір президенттер кездеседі ғой, елбасылар. Сол кезде ана кісі не айтты екен, мына кісі не айтты екен деп сыртынан біз қарап отырамыз ғой. Сондай бір құпия әңгімелердің ортасында жүретін шығар. Аға, мен сияқты құлағыңыз қимылдатыңыз? Жоқ, ондай қимылдатамын. Ал сіз мен істей алмайтын нәрсе істей аласыз? Сен істей алмайтын? Ол үшін маған білу керек қой, сен не істей алатынын тізімін көру керек. Сосын мен не істей алатынын тізімін саған бір екеуміз бүйтіп айырбастау керек шығармыз. Мысалы, мен құлағымды қимылдата аламын. Ох! Былай істей аламын, сен былай істей аласың аға? Тұрасың да? Естілді ма? Естілген жоқ па, қара? Аласың да? Көрдің ба, мұрның солай қытырлы жасың. Істей аласың ба солай? Жандарбек аға, сізге рахмет. Өнердегі жолда сізге көптеген шығармашылық табыстар тілеймін. Рахмет, Жансулу саған да үлкен творчестволық шығармашылық табыстар тілеймін. Болашақ қазақ журналистикасында өзінің орны бар. Үлкен болуға мен шын жүректен тілектеспін. Достар, әлеуметтік желіде сіздерге қызық сұхбаттарды көргілеріңіз келсе, Жансулу қарындасымның YouTube, Instagram, Facebook желісіндегі әлеуметтік парақшасына жазылып, қызық сұхбаттардың куәсі болуларыңызды өтінемін. Сау болыңыздар. Жандарбек Бұлғақов Айтыс аламанына тым ерте осыған жүрді. Әкесінің ортасын көріп, айтыстарын жүрегі түйіп өскен ол алтын домбыра иегері атанды. Жандарбек Бұлғақов мектепте оқыды ғой. Жандарбектің алдында әкесі Айтақын тұр. Оның межамда жаңағы ағасы Балғынбек тұр. Соны іздерін басып, кішкентай кезінен көз алдымызда өсті Жандарбек. Ана қазақта мақал бар ғой, диірменде туған тышқан өмірден қорықпайды деген. Ол сөздер Жандарбекке келеді. Қол соғуға келген жандар. Азыл ақындарымыз ел бірлігін жырына әрдайым арқау етеді. Айтар ойы бар, өткір сөзі бар азыл ақындар бар да, төл өнеріміздің мәртебесі асқақтай берері сөзсіз.